Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар және оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге 2025-26 оқу жылындағы жасөспірімдер олимпиадасының 7-ші сынып тапсырмаларын талдайтын боламыз. Егер дайын болатын болсақ, немізді бастасақ, тапсырмаларды талдауды бастасақ. Жасөспірімдер олимпиадасы 7-ші сыныпқа берілген тапсырмалар екен. Бірінші тапсырма бізде былай дейді: бөлік құны ең кіші сызғышты анықтаңыз. Бізде бөлік құны деген мына екі штрих дейді, немесе екі сызықтың арасындағы сан мәнді айтамыз. Мысалы, мына жерде бөлік құны бізде 25-ке тең. Бұл жағдайда бізде бөлік құны 2,5-ға тең, яғни сантиметр, мына жерде де сантиметр. Мына жерде бізде 0 мен 20 арасы 5 бөлікке бөлінген, демек 4 сантиметрге тең. Мына жерде бізде 2 сантиметрге тең секілді. Және мына жерде бізде 0,2 сантиметрге тең екен. Себебі бір бөлік, жаңағы 0 мен 1-дің арасы көршілес сандардың 5 бөлікке бөлінген, 5-ке бөлдік. Сонда бөлік құны ең кіші сызғыш, ол әрине Е деген жауап болады. Әрі қарай кеттік. Нөмір 2-ші тапсырма. 3 түрлі мензуркаға әртүрлі көлемдегі сұйық құйылады. Бірінші және екінші сұйықтар үшінші мензуркаға құйылады. Үшінші мензуркаға сұйық көлемін анықтаңыз. Яғни мензуркадағы ғой енді. Бізде біріншіде 50 мл болып тұр. Көріп тұрсыңдар сұйықтың көлемі. Екіншіде, то есть. Біріншіде бізде болып тұр 20-25 мл болып тұр. Енді оның өзінде бізде 50 болған еді. Үшіншіге құятын болсақ, 25, 50, 75, 50-ді қоссақ, 125 мл деген жауап болуы қажет. Келесі нөмірі 3-ші тапсырма. Екі бірдей мензуркадан 100 мл су мен спирт бар. Су мен спиртті араластыру арқылы қоспаның қандай В көлемін алуға болады. Енді бұл жерде бізде су мен спирт араласқан кезде екеуінің көлемдері қосылады. Әрине, ол бізде 200 мл-ға тең болуы қажет. Жауап А болуы керек. Әрі қарай кеттік. Нөмірі 4-ші тапсырма. Суретте зертханаға орнатылған термометр келтірілген, оның көрсеткішін анықтаңыз. Енді бізде ол 20-дан жоғары болып тұр, бірақ 40-тан кіші. Енді мына жерде біз бөлік құнын есептейміз. Бізде бөлік құны 2 градусқа тең. Сондықтан бізде бір бөлік деп алуға болады шамамен. Сонда 20-ға біз бір бөлікті қосатын болсақ, яғни 2 градус қосатын болсақ, бізде 22 градус болуы қажет. Шамамен енді 22 градус деп алуға болады. Бірақ бұл жерде нақты 22, 21 да келетін секілді, бірақ енді нақты 22 болып тұрған жоқ та. 22 градус деп ала берейік. Әрі қарай кеттік. Келесі нөмірі 5-ші тапсырма. Шамасы 54 км/сағат жылдамдықпен қозғалған автомобиль, енді 15 метр секунд болады. 1200 метр қашықтықты қанша уақытта жүріп өтеді дейді. 1200 метрді қанша уақытта жүріп өтеді? Тыны сұрап жатыр. S бөлінген V. 1200-ді бөлеміз 15-ке. Бізде шығу керек 80 ба? Шатаспасам. 80 шығу керек. 80 секунд дей салайық. Дұрыс жауап бізде Д болады екен. Сонда да мен бөле салайыншы. Қате кетіп қаламын. 80. Нөмірі 6-ші тапсырма. Бұлай дейді: поезд 1 сағат 80 км/сағат жылдамдықпен және тағы 1 сағат 110 км/сағат жылдамдықпен жүреді. Яғни мына жерде де 1 сағат, мына жерде де 1 сағат. Осы уақыттағы оның орташа жылдамдығы қандай? Енді бізде орташа жылдамдықтың бірнеше формуласы бар. Біздің жағдайда уақыттар өзара тең болып тұр. Т1 мен Т2 тең. Сондықтан біз В1 қосылған В2 бөлінген 2 деген формуланы пайдалансақ болады. 80 қосылған 110 бөлінген 2 бізде ол болады 95 шығу керек. Дұрыс жауап сонда
95 км сағат болады. Енді орташа жылдамдық тапқан кезде бұл жерде міндетті түрде бұл емес. Мысалы, мынамен де таба салуға болады. Т1 плюс Т2 деген секілді. S1-іміз 80 болады. S2-іміз 110 болады. Екеуінің қосындысы 2 сағат болады. Бәрібір соған келіп тұрмыз, 192-ке бөлеміз 95 км сағат деген секілді. Нөмір 7-ші тапсырма былай дейді. Моторлық қайық өзен ағысына қарсы 5 км жолды 30 минутта жүріп өтеді. Ағыстың жылдамдығы 5 км сағат. Суға қатысты қайықтың жылдамдығы қандай? Енді бізде өзен ағысына қарсы 5 км-ді 30 минутта жүретін болса, демек бұл жерде бізде салыстырмалы жылдамдық S бөлінген Т, яғни 5 км-ді бөлеміз 0,5 сағатқа шығады 10 км сағат. Бұл бізде салыстырмалы жылдамдық. Енді ағыстың жылдамдығы 5 км сағат болса, суға қатысты қайықтың жылдамдығы қандай дейді. Бізде қарама-қарсы болғандықтан бұл жерде жылдамдықтар азайтылады, яғни қайықтың жылдамдығынан азайтамыз ағыстың жылдамдығын. Сонда қайықтың жылдамдығы бізде болуы керек 10-15 км сағат шығу қажет. 15 км сағат шығу қажет. Дұрыс жауап С болады. Келесі нөмірі 8-ші тапсырма. Болат кубтың массасы 200 грамм берілген екен. Так, М0 200 грамм деп қойық. Қабырғасы 2 есе үлкен, кубтың массасы қандай болады? Енді қабырғасы 2 есе үлкен деген бізде А2 тең 2 А1 десек болады. Оның массасын анықтаңдар дейді. М. Жалпы жағдайда бізде енді масса деген ол ρV ғой. ρV. ρV-дің орнына А куб деп аламыз. А1 куб дейік. Енді екінші жағдайда бізде ρV дейік. Так, мынаны 1, мынаны 2 деп қойсақ болады. Так, А2 куб болады. Сонда қабырға 2 есе артатын болса, бізде мына 2А1-ді қоямыз мына жерге. Ро көбейтілген 8А1 куб болады, немесе 8М0 болады дейміз. Сонда бізде 8 есе артады көлем, демек масса да 8 есе артады, яғни 1600 грамм болады, немесе 1,6 килограмм болады. Дұрыс жауап В нұсқасы. Әрі қарай кеттік. Келесі нөмірі 9-шы есеп. Көлемдері 45 см куб және 25 см куб болатын екі тау жыныстары үлгілерінің бірге алғандағы массасы, бірге алғанда деген, демек екеуінің қосындысы беріліп тұр ғой бізде. 175 грамм дейді. Так, жыныс материалының тығыздығы қандай? Енді бізде ол қандай материал екені айтылмаған, жалпы енді бүкіл массаны көлемге бөле саламыз. Бұндай жағдайда бізде бүкіл массамыз 175 грамм болып қала береді, ал бүкіл көлем бізде 45-70 сантиметр куб болады. Так, бөлетін болсақ 2,5 шығатын секілде. 175-ті 70-ке бөлетін болсақ 2,5 грамм сантиметр куб. 2,5 грамм сантиметр куб, немесе 2500 килограмм метр куб. С жауап дұрыс болады. Келесі 10-шы тапсырма. Енді бұл жерде бізде бұлардың бәрі бір балдық тапсырмалар болғандықтан әзірше оңай болып жатыр. Массасы 267 грамм болатын мыс үлгінің көлемі қандай? Мыс тығыздығының шамасы мынандайға тең. Бізде көлемді сұрап жатыр, ол әрине масса бөлінген тығыздығы. Так, енді массада біз 267 грамм деп алайық. Тығыздықты грамм сантиметр кубпен алатын болсақ, 8,9 грамм сантиметр куб болады. Грамм сантиметр куб болады. Так, енді 267-ні 8-де 9-ға бөлеміз. Шығады 30 сантиметр куб. Бұл жерде басқа ештеңе айтылмаған. 30 сантиметр куб. Дұрыс жауап әрине А нұсқасы болады дейміз. Әрі қарай кеттік. Келесі 11-ші тапсырма.
құрамы 30% ауа қуыстарымен толтырылған кварцтың орташа тығыздығы қандай? Так, бізде жалпы кварцтың тығыздығы мынандай екен. Так, енді қараңдар, жалпы бізде көлем мысалы мынандай болатын болса, В дейтін болсақ, ол екі бөліктен тұрады. Кварцтың көлемі, және ауа. Кварц және ауа. Енді қараңдар, бізде 30% ауа деп тұр ғой. Демек, мысалы кварцтың көлемі мынандай болса, ауа бізде 30% болатын болса, ол бізде 0,3 В кварц болады. Келісесіңдер ғой, Енді бізде жалпы жағдайда орташа тығыздығын сұрап жатыр екен. Масса ол ρ көбейтілген В. Осы жерден ρ-ны табатын болсақ, М бөлінген В. Так. Бізде енді бұл жерде жалпы дененің несі айтылғандықтан орташа тығыздығы берілген. Так. Біз енді нені алып тастаймыз ғой? Жалпы кварцтың тығыздығы бізде М бөлінген В кварц қой. В кварц, Енді бізде бұл жерде жалпы көлемді аламыз. Жалпы көлемді алған кезде, кварцтың көлемі жалпы көлемнің 0,7 бөлігін құрап тұр ғой. Так, 0,7 бөлігін құрап тұр. Сонда, мына жерде біз жалпы кварцтың тығыздығы жазып қойық, ол М бөлінген В кварц. Енді мына жерден В-ның орнына қоятын болсақ, ол бізде М бөлінген В кварц бөлінген 0,7 шығады. Так, сонда 0,7 үстіне шығады да М бөлінген В кварц болады. Так, сонда бізде мынау кварцтың тығыздығы, соны біз 0,7-ге көбейтеміз, яғни 2500-ге көбейтеміз. Сонда 25-ті 7-ге көбейтсек, 35, 14, 17, 175, яғни 1750 килограмм метр куб болуы қажет. Сонда дұрыс жауап бізде 1750 килограмм метр куб, яғни Б деген жауап болады. Әрі қарай кеттік, нөмірі 12-ші тапсырма. Көлемі 100 сантиметр куб болатын алюминий үлгі астына қойылған сүйемелге қандай күшпен қысым жасайды? Алюминийдің тығыздығы қандайға тең? Какой силой давит на подставку алюминиевый образец? Үшім енді күшті сұрап жатыр. Енді ол ауырлық күшімен әсер етеді ғой. Дұрыс па? Яғни ауырлық күшімен әсер етеді, немесе жаңағы алюминийдің салмағы түседі деп қарастыруға да болады, Алюминийдің салмағы жаңағы өзінің подставкасына астына не алатын болады. Так, енді М деген бізде ρV көбейтілген G болады. Ро бізде 2700 килограмм метр куб. В 100 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі метр куб, және G бізде жуықтап 10-ға тең деп ала береміз. Так, енді бізде қарайтын болсақ, мынаны 2,7 10-ның 3 дәрежесі деп жазуға болады. Және мына жақтан 10-ның -3 дәрежесі болады. Ньютон немесе 2,7 ньютон деген жауап болуы керек. Дұрыс жауап бізде шығады 2,7 ньютон, яғни Д деген жауап шығу керек. Кеттік ары қарай. Нөмір 13-ші тапсырма. Салмағы 250 граммдық жүкпен 0,5 сантиметрге созылған серіппенің қатаңдығы қандай болады? Енді бұл жерде негізі салмағы деп білемін, неге үйтіп аударғанын, массасы деп алған дұрыс еді. Мына жақта да салмақ деп қойып, ладно, енді масса деп ала берейік. Бізде масса 0,25 килограмм. Жүкті дельта X деп алайық, 0,5 сантиметрге созады дейді. Так, енді бізден сұрап жатыр, қатаңдық қандай дейді. Енді қатаңдық бізде ол F серпімділік күші бөлінген дельта X десек, біздің жағдайда
мынау не серіппе болатын болса, оған жүгілетін болсақ, жүктің салмағы, яғни серіппеге түседі, төмен қарай ауырлық күшімен тартады. Және оған қарама қарсы серпімділік күші болады. Біз ешқандай қозғалыс, басқа үдеу деген нәрсе жоқ. Бірақ жеті ғасыр үдеу деген өткен жоқ қой, енді бізде сонда ауырлық күшіне тең деп қарастыра береміз. Бөлінген дельта x, яғни mg бөлінген дельта x дейміз. Так, mg 2,5 ньютон болады салмағы. Дельта x бізде 5 сантиметр болады. Бөлетін болсақ 0,5 ньютон сантиметр, немесе біз оны сантиметр метрге айналдырып 100-ге көбейтеміз, 50 ньютон метр деп аламыз. Жоқ, менде дельта x 0,5 екен ғой. Кешірім сұраймын. Онда мына жақта 5 болады, және мына жақта 500 ньютон метр болады. Бәсе, 50 деген жоқ қой. 500 ньютон метр, дұрыс жауап әрине А нұсқасы болады екен. Келесі тапсырма 14-ші тапсырма былай дейді. Массасы 250 грамм жүк серіппеге 0,5 сантиметрге созады. Осы серіппені салмағы 1,25 килограмм болатын жүк қаншаға созады? Енді масса бір бізде 0,25 килограмм. Ол кезде оның созылу шамасы 0,5 сантиметрге тең болып тұр. 0,5 сантиметрге. Ал егер массасы бізде салмағы деп қойып енді. Массасы 1,25 килограмм болса, яғни бізде қарап отырмыз, ол 5m1 деп алуға болады ғой. Келісесіңдер ғой. Яғни 0,5-ті көбейтеміз 5-ке. Сонда бізде жүк қаншаға созылады дейді, яғни дельта x2-ні сұрап жатыр. Біз серіппеге қандай жүк ілсек те, уже қатаңдық өзгере қоймайды. Әрине енді бір шегі бар, сол шектен асып кетпесек болды. Сонда қатаңдық бізде тұрақты дейтін болсақ, қатаңдықты серпімділік бөлінген дельта x дейміз. Енді серпімділік бұл жерде ауырлық күшіне тең екенін білеміз. Жаңада айтып кеттік. Дельта x1 тең болады m2g бөлінген дельта x2. G мен G-ді қысқарта саламыз. Енді бұл жерде пропорция секілді деп айтуға болады, бірақ енді пропорциямен көп жағдайда пропорциямен пайдалана бермеңдер, формуланы дұрыс егеріңдер деп айтамын. Так, сонда бізде 0,125 килограмм болған кезде, оның созылуы 0,5 сантиметр болса, онда 1,125 килограмм болған кездегі оның созылуын дельта x2 дейміз. Және өшірен дельта x2-ні табатын болсақ, 0,5 көбейтілген 5 шығады. Яғни 2,5 сантиметр шығуы қажет. Дұрыс жауап бізде Д нұсқасы болады. Әрі қарай кеттік. Келесі нөмірі 15-ші тапсырма. Қатаңдығы 800 ньютон метр болатын серіппені жүк өз салмағымен 8 миллиметрге созады. Қатаңдығы 500 ньютон метр болатын серіппені дәл осы жүк қаншаға созады дейді. Енді жаңа пропорция туралы айтып кеттім ғой. Енді осы жерде мысалы пропорциямен шығарып қойсаңыз, сізде 5 миллиметр шығып қалады. Бірақ онда жауап бермеген екен. Енді бізде қатаңдық өзгереді. Себебі екі түрлі серіппені алдық. Бізде жүктің салмағы өзгермейді. Яғни бізде F өзгермейді. F өзгермейді. Енді F деген ол бізде KX дейтін болсақ, онда K1 дельта X1 тең болады K2 дельта X2 дей саламыз. Сонда K1 бізде 800 ньютон метр көбейтілген 8 миллиметр тең болады K2 500 ньютон метр бөлінген дельта X2 болады. Ньютон метрлерді қысқартып жатсақ болады. Мына жақта 2 нөлді қысқартамыз. Сонда 64 миллиметр бөлінген 5 дельта X2 тең болады. 64-ті 5-ке бөлетін болсақ, бізде шатаспасам 12-де 8 шығады. 12-де 8 миллиметр болу керек. Ондай жауап бар бізде, ол Б нұсқасына сәйкес келеді екен. Дұрыс жауап сонымен Б нұсқасы дейміз. Әрі қарай кеттік. Енді бізде қазір 2 балдық тапсырмалар, яғни жаңағымен салыстырғанда сәл күрделірек тапсырмалар бар. Көрейік енді.
мензурканың ішіне ішінара қандай да бір мөлдір сұйық құйылған көріп тұрмыз, иә, су деп ала берекші. Алидар тәжірибе жүргізбекші болып алдымен мензуркаға 5 гайканы, содан кейін тағы да дәл сонша гайка салды, яғни 5 гайка салып жатыр. Сонда мына жақта 5 гайка болса, мына жақта 10 гайка деген секілді. Содан кейін тағы да дәл сонша гайка салады және көлемнің өзгерісін тіркейді. Барлық гайкалар бірдей деп есептей отырып, бір гайканың көлемін анықтаңыздар. Енді қараңыздар, бізде бірінші жағдайда V1-ді анықтаймыз, яғни бірінші жағдайдағы 5 гайкамен сұйықтың көлемін анықтаймыз. Және екінші жағдайдағы V2-ні анықтаймыз. V1 дегеніміз бізде бөлік құны 1-ге тең, демек 26 миллилитр болады. Так, енді V2 5 гайка қосымша салдық қой. Сол кезде көлемді қарастырсақ, ол бізде жоқ, мына жерде 27 екен. Кешірім сұрайым. Мына жерде 27 екен. Мына жерде бізде 41 екен, миллилитр. Сонда бізде 5 гайканың көлемі, 5 гайканың көлемі екеуінің көлемдерін өзгертсе тең, яғни дельта V-ға тең. Ол бізге 14-ке тең миллилитр. Сонда бір гайканың көлемін тапқан кезде 14-ті 5-ке бөле саламыз. Шығады 2,8 миллилитр немесе сантиметр куб. Сонда дұрыс жауап бізде С нұсқасы болады екен. Әрі қарай кеттік. Келесі нөмір 17-ші тапсырма. Жолдың жартысын 3 км/сағат жылдамдықпен, екінші жартысын, жолдың жартысын деп айтылған. Демек берілгеніне біз S1 тең S2 деп жазып қойсақ болады. Алғашқы жартысын 3 км/сағатпен, екінші жартысын, яғни қалған бөлігі дейді, 7 км/сағатпен жүрген адамның орташа жылдамдығын анықтаңдар деп жатыр. Енді бізде жалпынау S1 мен S2 өзара тең болған кездегі орташа жылдамдықтың дайын формуласы бар, е? Оны білетін шығарсыздар деп ойлаймын. 2V1 V2 бөлінген V1 қосылған V2. Сонда 2 көбейтілген 3 көбейтілген 7, 3 қосылған 7. Бөлімінде 10, алымында 42, 42-ні 10-ға бөлетін болсақ 4,2 км/сағат шығады. Енді бұл формуланың қайдан шыққаны, енді ол қазір түсіндіріп қажет емес деп ойлаймын. Сонымен дұрыс жауап 4 км/сағат болды. Әрі қарай кеттік. Нөмір 18-ші тапсырма былай дейді. Пойыздың 10 минутқа кестенің қалып келе жатқан кешігуін жою үшін машинист келу пунктіне 30 км қалған кезде жылдамдығын арттырады. 30 км қалған кезде жылдамдығын арттырады. 30 км. Кешігу уақыты деп қойым мен. К дейіне. 10 минут деген ол бізде 6-тан 1 сағат. Бастапқыда 80 км/сағат болған жылдамдығын қаншаға өсіреді? V0 бізде 80 км/сағат екен. Енді дельта V-ны сұрап жатыр, қаншаға өзгертеді дейді. Дельта V деген ол V азайтылған V0. Енді қараңыздар. Ең алдымен біз 10 минутқа кешігіп жатқан ескерейік. Және 30 км ғой. 30 км-ді ол 80 км/сағат жылдамдықпен жүретін болса, оған қандай да бір уақыт керек қой. Бірақ бізде ол мен жүретін болса 10 минутқа кешігіп қалады. Демек, оның мысалы уақыты, жүретін уақыты аздау болу керек. Енді біз алдымен кешіккен кезде қанша уақыт жүретінін тауып алайық. Кешіккен кезде жүретін, давайте біз Т1 деп алайық. Ол S бөлінген V0 болсын. S бізде 30-ға тең және 80-ге тең. Сонда 8,3 сағатта келеді. Егер 80-мен жүрсе 30 км-ді 8,3 сағатта келеді. Ол осымен жүрсе бізде 10 минутқа кешігеді ғой. Демек ол жылдамдығы арттыру керек қой, яғни азырақ уақыт жұмсау үшін. Демек біз мына жерден қазір оның кешікпеген кездегі уақытын табамыз. Кешікпеген кездегі уақытын давайте Т2 деп алайық.
Кешікпеген кездегі уақыты бізде Т1 азайтылған Т кешігетін уақыты болады. Сонда 8-ден 3-тен азайтамыз 6-тан 1-ді. Ортақ бөлім бізде 24. 24. Мынаған беремін 3-тен, мынаған беремін 4-тен. Сонда 24, 9, 4, 5. 24-тен 5 сағатта ол келуі керек демек. Екінші жағдайда, яғни қатты жүру керек қой енді. Жылдамдығын арттырып, ол 24-тен 5 сағатта жетуі керек. Қанша қашықтықты жетуі керек? Әрине 30 километрді. Сонда біз екінші жағдайдағы жылдамдығын табамыз. Екінші жағдайдағы жылдамдығы S бөлінген T2 болады. Яғни 30 километрді бөлеміз жаңағы 5 бөлінген 24 сағатқа. Бұл жерде 5 пен 30 қысқарады 6 болады. 6-ны 24-ке көбейтсек 24, 120, 144. Демек, оның екінші жағдайдағы жылдамдығы 144 км сағат болу керек. Бастапқы бізде 80 еді ғой. Сонда оның жылдамдығын арттыру керек шамасы V2 азайтылған V1, яғни 64 км сағатқа өз жылдамдығын арттыруы қажет. Дұрысы сонда D деген жауап болады. Әрі қарай кеттік. Келесі нөмір 19-шы есеп. Төбе мен қабырғалары өлшемдері 20-20 0,5 см болатын квадратты шыны табақтарынан жасалған қақпағы жоқ бос аквариумның массасы қандай? Шынының тығыздығы мынандай. Так, бізде мынандай аквариум бар, е? Мынандай аквариум бар. Көзге елестету керек енді бұны. Так, енді бізде ішінде су жоқ. Келісеміз ғой. Так, қараңыздар. Бізде жалпы масса деген ол ρ көбейтілген В ма? ρ көбейтілген В. Так. Енді қараңыздар. Бізде мынау ыдыс көзіңізге елестетіп көрсеңіз, қалыңдығы 0,5 болып тұр да, ал куб тәрізді болып тұр ғой негізі. Куб тәрізді болып тұр ғой. Куб тәрізді болып тұр. Енді бізде мынау кубтың 6 жағы бар. Бірақ бізде қақпағы жоқ деп тұр. Без крышки дейді. Без крышки дейді. Яғни қақпағы жоқ болып тұр. Демек 5 жағын есептейміз біз. Сонда біз мынау бір қабырғасын есептейтін болсақ, бір қабырғасының көлемі ол 20, 0,5 болады. 0,5 деген жаңағы несі? Қалыңдығы. Мысалы табан есептейді деп қарастырайықшы, мысалы табан. Сонда ол бізде болады 200 сантиметр куб болады. Бізде 200 сантиметр куб бір қабырғасы болса, демек бізде жалпы 5 қабырға бар ғой. Себебі біз қақпағын есептемейміз ғой. Сонда 5 көбейтілген 200, яғни бізде шығады 1000 сантиметр куб шығады. 1000 сантиметр куб шығады. Так, енді массаны табатын болсақ, 2,5 грамм сантиметр кубты көбейтеміз 1000-ға. Сантиметр кубқа, яғни сантиметр кубпен қысқарады, 2500 грамм шығады екен. Сонда дұрыс жауап 2,5 килограмм болады дейміз. Ішінде ешқандай не жоқ, су жоқ, басқасы жоқ деген секілді. Бұл бізде А деген жауапқа сәйкес келеді. Әрі қарай кеттік. Келесі 20-шы. Салмағы 3,12 килограмм болатын және 500 сантиметр куб көлемді алып тұратын болат бұйымдағы қуыстардың көлемі қандай? Енді салмағы деп алған П деп алмайық, оны масса деп алайық. 3120 грамм дейік. Көлемі
500 сантиметр куб. Енді бізден айтып жатыр, қуыстың көлемі қандай дейді? Қуыстың көлемін дельта В деп алайық. Енді ауаға толған болып тұр ғой, бір жерде ауа болып тұр ғой. Жалпы жағдайда біз егер де мысалы 3-12 килограмм болса, оның көлемі қандай болады екен деген нәрсені есептеп алайықшы. Жақсы. Сонда мынау 3120 граммды бөлеміз роға, яғни 7,8 грамм сантиметр кубқа бөлеміз. Бұл 3-12 килограмм болаттың, бізде не болат қойы, болаттың алатын көлемін анықтап жатырмыз деген сөз. Ол бізде 400 сантиметр куб болады екен. Бірақ бізде ішінде ауа қалып кеткендіктен, ол жерде қуыс деп қарастыратын болсақ, оны біз дельта В десек, ол В азайтылған В0 болады. Яғни жалпы көлемнен жаңағы таза болаттың көлемін азайтамыз, сонда 100 сантиметр куб шығады. Яғни дұрыс жауап бізде 100 сантиметр куб С деген жауап шығады екен. Әрі қарай кеттік, келесі 21-ші тапсырма. Тығыздықтары 400 және 600 килограмм метр куб болатын бірдей массада алынған тыңайтқыш ұнтақтары қоспасының тығыздығы қандай? М1 мен М2, давайте біз М-ға тең дейікші. Олардың тығыздықтары бізде белгілі Ро1 және Ро2. 400 килограмм метр куб және 600 килограмм метр куб. Бізден олардың жалпы тығыздығын анықтау деп жатыр. Бізде жалпы жағдайда тығыздық деген ол жалпы массаны бөлеміз жалпы көлемге. Енді бізде массалардың қосындысы М1 плюс М2 болып қала берсін. Көлем деген ол бізде ро көбейтілген ро бөлінген тух М бөлінген ро. М бөлінген ро. 1 М2 бөлінген ро2 дейік. Енді қараңыздар, бізде масса М1 мен М2-ні М деп алатын болсақ, мынаны былай жазуға болады ғой, М1 мен М2-ні М десек, 2М бөлінген М бөлінген ро1 М бөлінген ро2 деп жазуымызға болады. Ортақ бөлім келтірейік, мынаған ро2, мынаған ро1 береміз. Сонда бізде ро тең болады 2М М ро2 қосылған М ро1 бөлімінде ро1 ро2 болады. Енді М-ді жақшаның сыртына шығарып жүруге болады, және ро1 мен ро2-нің көбейтіндісін алымына жібереміз. Сонда М ро2 плюс ро1 болады. М мен М-ді қысқартамыз. 2 ро1 ро2 бөлінген ро1 қосылған ро2 қалды. Сонда орнына қоятын болсақ, ро1 400, ро2 600, қосындысы 1000-ға тең дейміз. Нөлдерді қысқартайық. Сонда бізде 80 көбейтілген 6, 480 болу керек шығар. 480 килограмм метр куб болады екен. Бұл жерде көп оқушылар 500-ді белгілеп қойған шығар деп ойлаймын негізі. Екеуін қосып 2-ге бөле салған. Әрине ол қате болып қалады екен. Дұрыс жауап сонымен А болады екен. Әрі қарай кеттік, нөмірі 22-ші тапсырма. Қабырғасы 5 см болат куб, қатаңдығы 1,56 килоньютон бөлінген метр болатын серіппеге ілінген. Куб серіппені қандай шамаға созады? Дельта X сұрап жатыр дейік. Дельта X деген ол серпімділік күшін бөлеміз К-ға. Серпімділік күші бізде ауырлық күшіне тең деп қарастыратын болсақ, ауырлық күші бізде оқушылар ол mg бөлінген К. Енді m дегеніміз ол бізде ро көбейтілген v. В кубтың көлемі дейтін болсақ, әрине кубтың көлемі біз А куб деп аламыз. Сонда мына жерде ро көбейтілген А куб көбейтілген G бөлінген К болады. Енді әрі қарай орнына қоямыз.
Сонда дельта x тең болады. Ро, енді ХБЖ бойынша алайық. 7800 килограмм метр куб. А куб деген 5-тің кубы 125 минус 6 дәреже болады. Көбейтілген G қатаңдық бізде қаншаға тең? 1/56-ға тең екен. 10-ның 3 дәрежесі дейміз. Килоньютон ғой. Так, тең болады. Енді бізде дәреже мына жерде мынаны 7/8 деп алатын болсақ, былайынан қысқарып кетеді. Так, енді көбейтетіндерді көбейтіп, бөлетін бөліп тастайық. 7/8-ді көбейтеміз 125-ке, көбейтеміз 10-ға, бөлеміз 1/56-ға. Сонда 6250 шықты. 10-ның минус 6 дәрежесі метр. Бұл 6/125 10-ның минус 3 дәрежесі метр болады. Немесе 6/25 миллиметр болады екен. Так, 6/25 миллиметр. Бірақ бізде жауапта 0/625 деген бар болып тұрды. Бірден қателестік па? Оде ешерден қателескен жоқ секілдімін. Я, өте ешерден қателескен жоқ секілдімін. Енді дұрыс жауапты С деп ала берейік. Но бірақ жауапты 0,625 депті. Менде 6/25 миллиметр шығып тұр. Жақсы. Көрейік. Әрғыдай кеттік. Нөмірі 23 тапсырма. Қатаңдықтары 15 килоньютон бөлінген метр және 25 килоньютон бөлінген метр болатын екі серіппені тізбектей жалғаған. Тізбектей деген серіппелер бірінен соң бірі жалғанды. Жүйені қандай да бір күшпен созады. Бірінші серіппенің ұзаруы мынау К1, мынау К2 болсын. Бірінші серіппенің ұзаруы 5 миллиметр дейді. 5 миллиметр. Так, жүйені қандай күшпен созады және екінші серіппенің ұзаруы қандай болады? F сұрап жатыр және дельта x2-ні сұрап жатыр. Давайте біз мына жаққа бір жүк іле салайық. Сол жүктің ауырлық күші, сол созған күш деп қарастырайық. Енді бізде серіппелерге F1, F2 күш түседі деп қарастырайық. Мысалы, бірінші серіппеге F1, екінші серіппеге F2 күш түседі деп. Біздің жағдайда, егер серіппелер тізбекте жалғанған болатын болса, онда олардағы күштер өзара тең болады екен. F1, F2 бізде F-ға тең екен. Ешқайда күш бөлініп атқан жоқ қой, дұрыс па? Сондықтан бірінші серіппеге түсірген күш пен екінші серіппеге түсірген күш бірдей болады. Енді бірінші серіппеге түсірілген күшті біз K x1 десек, дельта x1, K бізде 15-ке тең, килоньютон, дельта x1-іміз 5 миллиметрге тең, 10-ның минус 3. Сонда бізге түсірілетін күшіміз 75 ньютон екен. Яғни күш 75 ньютон екен. Так, енді F2 белгілі ғой бізде. F2 белгілі болатын болса, онда біз x2-ні табамыз, дельта x2-ні, ол F2 бөлінген K болады. Яғни F2 75 ньютонды бөлеміз K-ға 25-ке бөлеміз, 10-ның минус плюс 3 дәрежесі метрге. Ньютон метр. Сонда 75-ті 25-ке бөлетін болсақ, 3, 10-ның минус 3 немесе 3 миллиметр шығады. Сонда бізде 75 ньютон және 3 миллиметр деген жауап болу керек. Я, ондай жауап бар бізде, ол D деген жауапқа сәйкес келеді. Әрі қарай кеттік. Келесі нөмірі 24-ші есеп. Массасы 5 килограмм білікше кедір бұдыр бетте орналасқан. Білікше мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,3-ке тең дейді. Денені 10 ньютон және 20 ньютон күшпен қозғалтуға тырысқан кезде оған қандай үйкеліс күші әсер етеді дейді.
Жақсы. Бізде міне дене жатыр. Білуші, білікше. Так, оған әсер ететін бізде екі күш бар. Яғни ол біздің F күшіміз міне, және үйкеліс күші. Үйкеліс күшінің формуласы қандай еді? Үйкеліс күшінің формуласы бізде μn. Бұл жерде n дегеніміз, яғни тіректің реакция күші біздің жағдайда ауырлық күшіне тең болады. Сонда біз μmg деп ала аламыз. Давайте есептеп көрсек. Мю бізде 0,3-ке тең, m 5-ке тең, g 10-ға тең. Осы жерден 15 ньютон шығады. Енді қараңыздар. Егер үйкеліс күші 15 ньютон болса, егер бірінші күшіміз 10 ньютон болса, бірінші күш 10 ньютон үйкеліс күшінен кіші болып тұр ғой. Демек, ол оны қозғай ала ма? Әрине, қозғай алмайды. Бірақ 10 ньютон дегенмен ол үйкеліс күшіне тең емес. Себебі біз әлі қозғаған жоқпыз. Үйкеліс күші біздің жағдайда өзгермейді. Яғни μn, сырғанау үйкелісі бізде μn өзгермейді. Сенің күшің қандай болса да, сен 100 ньютон күш түсірсең де, 200 ньютон күш түсірсең де, үйкеліс күші бізде тұрақты шама алады. Ол 15 ньютонға тең болады. Ал екінші жағдайда бізде F2-міз үлкен болғанмен, бұл жерде оның 15 ньютон, жаңа 20 ньютон еді ғой, 20 ньютонның 15 ньютоны үйкеліске кетеді, ал 5 ньютон оның үдеуіне кететін болады. Сондықтан бізде үйкеліс күшінің шамасы ол өзгермейді. Сен аз күш жұмса, көп күш жұмса. Сондықтан ол 15 ньютон болып қала береді, яғни дұрыс жауап бізде Б нұсқасы болады дейміз. 10 ньютон деген никак болмайды бұл жерде. Әрі қарай кеттік. Келесі. Нөмірі 25-ші тапсырма. Қатаңдығы 600 ньютон метр серіппенің көмегімен массасы 1 килограмм білікшені кедір бұдырлы бет бойымен 1 метрге тартады. Білікше мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,3, серіппе қаншаға созылады дейді. Енді бізде мынандай болып тұр. Мынандай бір білікшеміз бар. Біз серіппе арқылы оны тарттық. F деген күш жұмсап. Және мынау бет пен білікше арасында бізде үйкеліс күші бар. Енді қарайтын болсақ, біздің күшіміз ол үйкеліс күшіне тең болады. Енді бұл жерде бір қалып тартып жатқан шығар деп ойлаймын, есептің шарты бойынша. Енді ол F күшіміз бұл серпімділік күшіне тең, серіппенің серпімділік күшіне тең болады. Яғни F үйкеліспен біз серпімділік күшін теңестіре аламыз бұл жағдайда. Сонда K дельта X теңестіре аламыз μn-ға. N дегеніміз жаңағы есепте де айттым. Бұл бізде горизонталь бетте болғандықтан ауырлық күшіне тең болады. Осы жерден дельта X табамыз. Мына жерде 1 метрге тартады деген бар ғой, бұл ешқандай роль ойнамайды. Мю бізде 0,3, n mg 10 болады, және қатаңдық бізде 600-ке тең. Сонда 3 бөлінген 600 ол шығады 1 бөлінген 200 болады. Немесе 0,05 метр болады. Бұл бізде сантиметрмен 0,5 сантиметр болады. Немесе 5 миллиметр болады. Сонда дұрыс жауап әрине Д нұсқасы болады дейміз. Әрі қарай кеттік. Келесі нөмірі 26-шы тапсырма. Енді нөмірі 26-тан бастап бізде есептер шамалы күрделенеді. Яғни бұл жерде бізде 3 балдық есептер. Дейді былай, жолдың қандай да бір бөлігіндегі автомобильдің орташа жылдамдығының шамасы 60 км/сағат дейді. Так. Бастапқы 3-тен 1 бөлік, яғни S1 3-тен 1 S-қа тең, немесе S бөлінген 3-ке тең дейік. 40 км/сағат жылдамдықпен өткен
км сағат жылдамдықпен өткен. Ал қалған 3-тен 2 бөлігін қандай жылдамдықпен өткен дейді. S2 бізде 3-тен 2 болады енді қалған бөліге. 3-тен 2 қандай V2 жылдамдықпен өткен дейді. Енді мен осы жерде бір сіздерге лайфхак көрсетемін. Лайфхак дегенде бұл дайын формула бар. Былай алуға болады екен. Мысалы, бірінші бөлік, яғни S-қа қатысты болған кезде A дейтін болсақ, екінші бөлікті біз B дейтін болсақ, орташа жылдамдық, яғни именно жолға қатысты да жартысы емес, мысалы 3-тен 1 бөлік, 4-тен 1 бөлік деген кезде біз мынандай бір формула пайдаланып жүрсек болады екен. A плюс B, V1 көбейтілген V2 бөлінген A көбейтілген V2 қосылған B көбейтілген V1 деп пайдаланып жүруге болады екен. Бұл именно S бар кездегі формула. Ал уақытқа байланыстында мен жазып кете салайын, сіздерге қажет болып қалар. Уақытқа байланысты біз былай дейміз: A V1 бірінші бөлікті A деп алсақ та, B V2 бөлінген A қосылған B деп алуға болады. Бұл уақытқа байланысты. Жолға байланысты. Давайте енді орнына қойып көрейік. Сонда орташа жылдамдық. Так. Орташа бізде қаншаға тең? 60-ға тең бе? Так, орташа жылдамдық тең болады. A қосылған B бізде 3-ке тең. 3 V1 V2 бөлінген A бізде 1-ге тең. V2 2 V1 дей саламыз. Осы жерден орнына қойып есеп шығара салуға болады. Әрине S1 плюс S2 деп істеуге де болады. Бірақ ол қазір сәл кішкене уақыт алып қоятын секілді. Сондықтан мен осылай шығарып көрсеткім келіп жатыр. Так, сонымен орнына қойып тастайық. V орташа бізде 60-қа тең 3 көбейтілген V1 40 көбейтілген V2 бөлінген V2 қосылған 2 көбейтілген V1. V1 бізде 40-қа тең. Сонда бізде мынандай болайын деп тұр. 60 көбейтілген V2 қосылған 80 тең болады 120 көбейтілген V2. Давайте теңдіктің екі жағын 60-қа бөліп тастайық. Сонда бізде V2 қосылған 80 тең 2 V2 болады. Және осы жерден V2-ні минус қылып өткіземіз. 2 V2 минус V2 V2 тең 80 шығады. 80 км сағат дейміз. Яғни дұрыс жауап бізде А нұсқасы болады екен. 80 км сағат. Мынау S-терге қатысты, жолға қатысты осы формуланы пайдалануға болады. Әрі қарай кеттік. Келесі 27-ші есеп. Моторлы қайық бірдей жолды өзен ағысымен 20 минутта, ал екі еселенген жылдамдықпен суға қатысты, яғни 12 минутта жүріп өтеді дейді. Бірінші жағдай үшін 20 минут, 3-тен 1 сағатта жүріп өтеді. Екінші жағдай, яғни жылдамдық артады ғой. Ол кезде ол 5-тен 1 сағатта жүреді. Егер ағыстың жылдамдығы өзгермейді, яғни 5 км сағат болса, онда қайықтың жылдамдығы қандай дейді? Бірінші жағдайда, яғни V1-ді сұрап жатыр екен. Енді бізде қашықтық өзгерген жоқ қой. Бірінші жағдай үшін деп жаза берейік. Ағыспен бірге жүрген кезде бізде екеуінің жылдамдығын қосамыз, көбейтілген Т1 дейміз. Екінші жағдай үшін S2. Екінші жағдайда бізде жылдамдығымыз 2 есе артады. Яғни қайықтың жылдамдығын 2 есе арттырамыз. Сонда V2 қосылған V ағыс немесе мен 2 V1 деп жаза салсам, V ағыс көбейтілген Т2 болады. Мен жаңа есепті айтып кеттік. Бірдей жолды деп айтылған, яғни S1 мен S2-ні өзара теңестіре салуға болады. Егер біз S1 мен S2-ні теңестіретін болсақ, так, онда бізде былай болады. V1 қосылған
в ағыз көбейтілген 3-тен 1 тең болады 2v1 қосылған 5 көбейтілген 5-тен 1 болады. Осы жерде 5 сол жаққа өтсе, 3 оң жаққа өтсе, v1 қосылған 5 көбейту 5 дейміз. Тең болады 3 2v1 қосылған 5 дейміз. Жақшаны аштық. 5v1 қосылған 25 тең болады 6v1 қосылған 15. Так. Сонда v1-лерді мына жаққа өткізетін болсақ, v1 қалады, 25-тен 15-ті азайтсақ, 10 қалады екен. Сонда бірінші жағдайдағы қайықтың жылдамдығы 10 км/сағат екен. Яғни дұрыс жауап бізде әрине Б нұсқасы болады. Келесі 28-ші тапсырма. Тығыздығы 7800 кг/м3 болатын қоладағы мыс пен қалайының қоспасы. Мыстың мөлшері қандай? Мыс пен қалайының тығыздықтары сәйкесінше мынандай дейді. Массовая доля, негізі қазақшада сәл дұрыс аударған жоқ екен. Массовая доля меди дейді. Бізде масса М1 деп алайық, мысты. Мыстың массасын М1 деп алайық. Мыс деп қойық мынаны. Ұзын сызық сызылып кетті. М2 бізде қалай дейік. Бізде қараңыздар, мыстың мөлшері қандай деп тұр ғой. Яғни мыстың массасын жалпы массаға бөл деген нәрсені сұрап жатыр. Міне. Мына нәрсені сұрап жатыр. Не істейміз? Ең алдымен бізде әрине енді көлемдерін қоссақ, жалпы көлемді бермей ма? Яғни мыс пен қалайының қосындысы бізде жалпы көлемді береді. Көлем деген ол бізде мынау. Так. Көлем деген бізде М1 Ро1 М2 Ро2 тең М бөлінген Ро десек. Нормально. Енді қараңыздар, екеуінің массаларының қосындысы бізде әрине М1 мен М2-ның қосындысы ол М-ға тең. Бізге артық болып тұрған ол М2. М2-ні былай өрнектесек, М азайтылған М1 деп. Лишний нәрсені алып тастағым келіп тұр да мен. Қайттан жазайын. Сонда бізде былай болады. М1 Ро1 қосу М2. М2-ні М минус М1 деп жазсақ. Жақша керек емес. Ро2 тең болады М Ро. Енді былай істейік. Бізде М1-ді М-ға бөлу керек қой. Теңдіктің екі жағында мынаған көбейтсек. Ро1, Ро2, Роға көбейтсек. Не болады? Онда бізде мынандай болайын деп тұр, мен қарамен жазайын. Ро1 мен Ро1 қысқаратта бірінші М1 Ро, Ро2 қосылған М минус М1 көбейтілген Ро2-ні қысқартамыз, Ро1 көбейтілген Ро болады. Тең Ро қысқарат М Ро1 Ро2 десек. Нормально. Бізге енді М1-дің М-ға қатынасын табу керек. Мына жерін жақшаны ашып жіберсек, былай болайын деп тұр. М1 Ро Ро2 М Ро1 Ро М1 Ро1 Ро М Ро1 Ро2. Так, М1-ді мына жаққа өткізейік. М1-ді былай алайық. Былай істейікші. М1 Ро дейік та. Мынау ғой менде. Мына жерде Ро2 минус Ро1 дейік. Так.
мына жақта м мен мынау ғой енді екеуі. Мен екі сызық сызып қойдым. М-ді жақшаның сыртына шығардық та, даже м ро1-ді жақшаның сыртына шығарып тастауға болады екен. ро2 минус ро десек. Салып жатырмын деп ойлаймын. Енді осы жерден бізге м1-дің м-ге қатынасын алуымыз керек. Сонда қараңыздар, м1-дің м-ге қатынасы бізде былай болады. Мына жақта ро1, ро2 минус ро бөлінген ро2 минус ро1. Так, бізде мынау ро1, ро2. Енді орнына қойық. Сонда 7800. ро1 қанша бізде? Жоқ, 8900 көбейтілген ро2 минус ро1. 7300 азайтылған ро1. Ро 7800 минус шығып кетейін деп тұр. Так, бөлімінде ро 7800 ро2 минус ро1, яғни 7300 азайтылған 8900 тең. Так, нөлдерді қысқартайық. Мына жақтан да қысқартса болады. Сонда 89 көбейтілген, мына жерде 500 дейік, минус бар ғой енді. Минуспен астында, алымында бөлімде минус бар, сол үшін олар қысқарып кетеді. Мына жақта 78 көбейтілген 1600 болады. Нөлдерді қысқартамыз. Енді көбейтіп бөлейік. 89-ді 5-ке көбейтеміз. Бөлеміз 78-ге, бөлеміз 16-ға. Шығады 0,30-да 6 шығады. 0,35-те 6 шығады. Жуықтап ол 35,6% деп алуға болады. Біздің жағдайда 35% деген жауап бар екен. Сол жауапты белгілейміз. Дұрыс жауап сонда Д болады. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Бұл 28-ші есеп болатын шатаспасам. 27-тен 28 болу керек. Әрі қарай кеттік, келесі 29-ші есеп былай дейді. Қатаңдықтары 10 кНм және 20 кНм болатын серіппелер жүктердің әсерінен 10, 20 килоньютон бөлінген метр жүктердің әсерінен сәйкесінше, яғни сәйкесінше деген x1 5 мм-ге және 4 мм-ге созылады. Егер жүктердің орнын ауыстыратын болсақ, серіппелердің созылуы қандай болады? Яғни серіппелердің созылуы дельта x штрих, дельта x штрихты сұрап жатыр дейік. Енді қараңыздар, бұл жерде күштердің жүктердің орнын ауыстыру деген бізде күштерді ауыстыру деген сөз. Яғни біз F1-ді тауып алайық. Бірінші жағдайдағы күш Kx1 болсын. K1x1. Яғни 10 килоньютон x1 бізде 5 мм. Демек, мына жақта 50 ньютон екен, бірінші жағдайдағы күш. Екінші жағдайдағы күшіміз ол K2 дельта x2. K2 бізде 20 килоньютон метр. Дельта x2 бізде 4 мм. Так, болады 80 ньютон болады. Енді бізге дельта x1-ді табу керек. Штрих дейік. Бұл жерде жүктердің орнын ауыстырдық деген, күштердің орнын ауысады деген сөз. Яғни біз F2-ні бөлеміз K1-ге. Яғни 80 ньютонды бөлеміз K1-ге 10 килоньютон метрге. Бұл жерден 8 миллиметр болады. Дәл сол секілді дельта x2 штрих табатын болсақ, ол F1 бөлінген K2 болады. F1 бізде 50 ньютон бөлінген K2 20 килоньютон бөлінген метр. Бөлетін болсақ 2,5 миллиметр болады. Сонда дұрыс жауап 8 және 2,5
миллиметрлер болады. Дұрыс жауап әрине Б болады дейміз. Келесі. Нөмір 30 және соңғы есебіміз. 5 ағаш білікшелер бумасы ағаш үстел үстінде орналасқан. Білікшелер мен үстел арасындағы және білікшелер арасындағы үйкеліс коэффициенті тұрақты 0,12-ге тең дейді. Әрбір білікшенің массасы, яғни М1, М2, М-ға тең дейік, 0,12 килограмм дейік. Басқа білікшелерді ұстап тұрып, ортаңғы білікшені суырып алу үшін қандай күшпен әсер ету керек? F күшті сұрап жатыр екен. Ең алдымен шамалы суретін салып алайық. Бізде 5 білікше берілген екен. Білеуші деп айтатын едік. Жарайды, мейлі білікше бола берсін. 1, 2, 3, 4, 5. Бірдей деп қарастырайық ше. Так. Енді бізден айтып жатыр. Ортасындағыны суырып алуымыз қажет. Ортасындағы деген, яғни мынаны суырып алуымыз керек. F күшпен басқаларын ұстап тұру керек. Енді қараңыздар. Ортасындағыны суырып алған кезде біз бетіндегі емес, астындағыны суырайын деп отқан жоқпыз. Ортасындағыны. Мына ортадағы білікшеге 2 күш әсер етеді. Яғни үйкеліс күштері үстіңгі жағынан да әсер етеді, және астыңғы жағынан да әсер етеді. Яғни үйкеліс 1 дейік, және үйкеліс 2 дейік. Сонда біздің күшіміз осы 2 үйкеліс күшін жеңіп шығу қажет қой енді. Кемінде содан үлкен болу керек, немесе оған тең болу керек қой. Бұлай жазып қойсам да болады, міне, үлкен немесе тең деп. Енді біз енді тең деп қарастыра береміз ғой. Енді қараңыздар. Бізде бірінші жағдайда міне оған әсер ететін реакция күші N1. Оның ауырлық күші төмен қарай бағытталады. Енді бірінші үйкеліс, яғни ортадағының үстіңгі жағында ғой, 2m болады. 2mg болады. Неге? Себебі үстінде 2 білеуші бар. Енді астындағы жағдай қарастырайық. Бұл жағдайда бізде міне былай қарай N2 дейік реакция күші, және оған қарсы әсер ететін бізде 3mg болады. Себебі мына ортадағы білеушенің астыңғы жағынан есептегенде оны 3 білеуше қысып тұр. Ал үстіңгі жағынан есептегенде оны 2 білеуше қысып тұр. Сонда бізде F үйкеліс біріміз ол μ n1 болады. Яғни μ n1 дегендеріңіз ол 2mg болады. Так. Дәл сол секілді үйкеліс 2-ні қарастырайық. μ n2 μ 3mg болады. Енді бізде F күшіміз тапқан кезде екеуін қосамыз. mg шығады 5 μmg болады. Міне. Енді ары қарай орнына қоямыз. Сонда орнына қоятын болсақ 5 μmg шығады 2 ньютон. Я, 2 ньютон шығады екен. Дұрыс жауап әрине ол Б нұсқасына сәйкес келеді дейміз. Келесі. Енді бұл бізде соңғы тапсырма болғандығын. Так. Ал оқушылар, сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Ұстаздар болсын. Бұл тапсырмаларды 7-ші класстың олимпиада тапсырмасы дегенменде бұл ұбт тапсыратын оқушылар үшін де пайдалы дүние. Себебі сіздер динамика және кинематика бойынша А, Б, С деңгейлі есептерді ұбт-ның есептерімен негізі былай пара-пар деп қарастыруға да болады. С деңгейлі есептерімен кейбір есептеріне. Сондықтан сіздерге де көріп алғанға кеңес беремін. Сіздермен болған Арман Мырзақұлов.
назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі тақырыптарда, келесі есептерде, келесі нұсқа талдауларда кездескенше амандықта, саулықта болыңыздар.